Депутаттық сауал Қазақстан Республикасы премьер-министрі Смайылов Алихан Асханұлына жолданады. Құрметті Алихан Асханұлы, өткен жылдың желтоқсан айында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасымен бірқатар депутаттарының Шығыс Қазақстан облысы басшылығымен мәслихат депутаттарымен кездесуде, және де осы жылдың қаңтарында өңірлерге іс-сапарымыз барысында арнайы білім беру ұйымдарының, оның ішінде 16 орталықтары тәрбиешілері жалақысын өспеу жайлы мәселе көтерілді. Бүгінгі күні республиканың білім беру жүйесінде психологиялық, медициналық, педагогикалық консультацияларының есебінде ерекше білім беру қажеттілігі бар 188 мың бала тіркелген. Оның ішінде 55 мың немесе 29% мектеп жасына дейінгі балалар. Мүгедектігі бар балалардың білім алуына жағдай жасау мақсатында білім беру жүйесінде арнайы білім беру ұйымдарының желісі жұмыс істейді. Оның ішінде орта және мектепке дейінгі білім саласында 44 арнайы балабақша, 99 арнайы мектеп-интернат, 9 бақша мектеп кешені бар. Осы мекемелерде 20 мыңнан жуық тәрбиеші еңбек етеді. Осы орайда инклюзивті және арнайы білім беру саласындағы бірқатар мәселелерді айтып өткім келеді. Атап айтқанда, арнайы мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептер желісінің саны өспей, орын тапшылығы көбеюде. Осылайша еліміздің 11 өңірінде 29 арнайы мекемелер ашу қажеттілігі бар. Оған себепті республика бойынша 24 мыңнан астам бала кезек күтуде. Сондай-ақ арнайы балабақша мен мектептерде оқыту сапасы дұрыс бақыланбайды. Интеллектісі бұзылған балалар арналған мектеп түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі өте төмен. Бұдан бөлек арнайы педагогтардың, әсіресе сурды мен тифло педагогтардың тапшылығы мен олардың біліктілігін арттыру курстары жетіспейді. Бүгінгі таңда арнайы мектеп-интернаттардың материалдық базасы әлсіз, жабдықтау нормаларына сәйкестігі тек 40% ғана құрайды. Сонымен қатар, өткен жылдың бірінші қыркүйегінен бастап мемлекет басшысының жолдауына сәйкес педагогтардың жалақысын 30%-ға арттыру тізіміне арнайы мектептер мен мектеп-интернаттардың ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған күндізгі топтары бар 16 орталықтарының тәрбиешілері мен қызметкерлерін кірмеген. Қазіргі жағдайда бұл мекемелердің білікті және тәжірибелі кадрлардың кетуіне әкелуі мүмкін. Осындай жағдай әлеуметтік қорғау жүйесінде де байқалады. Онда балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудің 21 орталығы, оның ішінде тірек қимыл аппараты бұзылған балалар арналған 4 орталық жұмыс істейді. Патологиясы бар балаларға арналған 17 орталық және 98 жартылай стационар бар. Онда 4700-ден астам балаға білім беру қызметтері көрсетіледі. Еліміздің медициналық әлеуметтік мекемелерінде де ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар мен педагогтар қызмет жасайды. Бірақ олардың мәртебесі бүгінгі күні педагог мәртебесі туралы заңында қарастырылмаған, және олардың еңбек ақысы білім беру жүйесіне қарағанда әлдеқайда төмен. Құрметті Алихан Асханұлы, баяндалғанның негізінде келесі мәселелерді шешуді қолдауыңызды сұраймыз. Біріншіден, республикалық бюджетті нақтылау кезінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын іске асыратын арнайы білім беру ұйымдары тәрбиешілерін жалақысын көбейтуде. Екіншіден, әлеуметтік қорғау жүйесінде білім беру, түзету және балаларды тәрбиелеуді жүзеге асыратын медициналық әлеуметтік мекемелерде жұмыс істейтін педагогтар үшін педагог мәртебесі туралы заңға сәйкес мәртебе беру мүмкіндігін қарастыруды. Үшіншіден, арнайы мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептердің санын кезең-кезеңмен көбейту, олардың жабдықтау деңгейін арттыру, сондай-ақ осы білім беру мекемелері үшін кадрлар даярлау мәселесін қамтамасыз етуде. Айтылғандардың маңыздылығын ескере отырып, депутаттық сауалға заңда көзделген мерзімдерде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен Жүнісов Перепечина, Жүсіп Бекенов және әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің мүшелері. Рахмет.